Ковидтің таралу қарқыны бұрынғыдай белең ала бастады. Өткен аптада тәулігіне 80-100 адамнан тіркелсе, соңғы бір тәулікте 1257 науқас анықталған. Коронавирустың кезекті толқынында дайын болыңдар деп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ескерткелі біраз болды. Отандастарымыздың көбі күшейтілген карантин енгізіліп, шектеулер қайтадан басталама деп алаңдаулы. Біз ол сұрақты маманға қойып көрейік. Дәл қазір бізбен тікелей байланыста денсаулық сақтау министрлігіндегі санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтана. Кеш жарық, Ержан мырза, қалай естіп тұрсыз? Қайырлы кеш, жақсы. Мынау көпті алаңдатып отырғаннан бастайық. Карантин қайтадан күшейтіліп, ашық жобасы енгізіліп, маска тағу міндеттелуі қаншалықты ықтимал? Жалпы өздеріңіз көрдіңіздер, бүгін жаңа матрица бекітілді. Мынау карантин қайта енгізілу үшін жаңағы өңірдің адамдарының санына қарай есептеледі. Егер қызыл аймаққа өткеннің өзінде 10 мыңнан аса адам ауруханаға инфекциялық ауруханаларға түскен жағдайда, онда қызыл аймақта шектеулер ең бірінші ашық қосымшасы күшіне енеді. Сонымен қатар бір қуантып айтатыны, қазіргі уақытта мына ауру оңай өтіп жатқандықтан елімізде бүгін бүкіл Қазақстанның барлық өңірлері жасыл аймақта. Оны бүгінгі матрица бойынша барлықтарыңыз көрдіңіздер. Сол себепті бүгінгі күні мынау ауыр қатты шектеулерді қоймау үшін біз адамзат, жалпы мына Қазақстанның азаматтары вакцинация мен ревакцинациядан бас тартпауға шақырамыз. Өйткені коллективті иммунитетті сақтап қалу үшін, мына қалыпты жағдайды сақтап қалу үшін тек қана бізді бүгінгі күні құтқаратын ең бірінші вакцинация, ревакцинация, және де адамдар топталған жерде, жабық жаңағы нысандарда маска тағуға біз кеңес береміз. Рахмет, осы вакцина демекші. Әрине қазір вакцина алу қажеттілігі бар, десе де бұрынғыдай қатаң емес, тексерілмейді, бақыланбайды деп айтуға да болады. Енді сол қайтадан қатаң міндеттеліп, өзіңіз шақырып жатқандай жүктелуі мүмкін бе? Қайтадан тексеріле бастай ма? Вакцина паспорты дегендей, жұмысқа келу тәртібі басқа жерлерде? Жаңағы жағдай ушығып кететін жағдайда тек қана біздің елімізде емес, әлемде де ушығып жаңағы инфекциялық ауруханаларға көптеп адамдар түсіп, төсек орындары толық жетпей жатқан жағдайда, онда жаңағы паспорт вакцинация, не болмаса ПТР тесттерді қалпына келтіруі мүмкін, бірақ ол күнге әлі бұл мәселе тек қана денсаулық сақтау министрлігі ғана шешпейді, бұны ведомствоаралық комиссияда кәдімгі комиссия мүшелерімен қарастырылады. Түсінікті, рахмет. Коронавирус мутацияға ұшырайтын вирус екенін білеміз. Жалпы министр де айтты, енді болжап отырсақ, мамандардың сөзінше бұл келе жатқан кезекті толқын дедік. Бұл толқынның оның алдында келген толқындардан қандай ерекшелігі болуы мүмкін? Және ол аса қауіптірек, аса бейімделген деп айтуға бола ма? Бүгінгі күні біздің елімізде жалпы мынау айналымда жүрген ол стелс омикрон штамы, сонымен қатар аздаған дельта штамы бізде циркуляцияда жүр. Енді стелс омикрон штамы адамдарда жеңіл өтіп атқандықтан, сонымен қатар жаңағы жеңіл және көп толы ауруханаға, инфекциялық ауруханаларға жатуға жағдайлары жатпауға болатындықтан, енді стелс омикрон штамы елімізде басым болып отыр бүгінгі күні. Ол тамақтың ауруы мен қайтып кетуге мүмкін. Көп рахмет, Ержан мырза. Мынау дүниені дүр сілкіндірген вирус, елемеген ауру жаман деген сөзді тағы бір дәлелдеп берді. Сондықтанша барынша сақ болған абзал шығар. Тағы да рахмет сізге.